Армысыздар, менің YouTube тыңдармандарым. Сезім Сергелдең әңгімесінің 3-ші бөлімін баяндап беретін боламын. Каналыма тіркеліп қолдау білдіріп қоюды ұмытпаңыз. Ағасын өлтірген Ғазиз екеніне сенімді Камила болса, берген уәдеңізде тұрмадыңыз деп тергеушіні айыптап, қулығын асырған дәрігер жігіт осының бәрін алдын ала ұйымдастырып қойған деп алған бетінен қайтар емес. Аққу шортан һәм шаяндай әрқайсысы өз көз қарасын дәлелдеп әлек. Қалай түсінбейсіз, Ғазиз ол уақытта қаланың екінші шетінде болған. Ол сіз ойлағаннан да ақылдырақ. Ақыры тергеу жүргізе алмайды екенсіз, мен өзіма қылмысына дәлел іздеп табамын. Телефоннан лезде үзік-үзік дыңылдап дыбыс шықты. Таз ашуын тырнаумен алады дегендей, жұмысқа қатысы жоқ әңгіме айтып күліп отырған жас жігіттерге айғай салады. Жұмыс жасауға мүмкіндік бересіңдер ме, жоқ па? Ағау, енді қазір түскі ас уақыты ғой, деп қазақшаға жетік орыс жігіт қиыла қарап. Қай түріңмен жетісіп отырсың? Ашылмаған екі қылмыс тұр мойныңда. Байғұс әйел ұрланған мүлкін зарлап күнде келеді, ал сенің отырысың мынау. Көрер едім өзіңді солай тонап кетсе. Түннің ортасы, қыстың аязы болса да, тергеуші жұмысын мінсіз атқаруы керек. Жұмыстарын істеңдер. Қолын шошайтып ұрсып отырған кезде Мұрат кіріп келді. Сен-ақ жастарға ұрсып жүреді екенсің, деді Мұрат басын шайқап. Істесін, білсін деймін. Бұлар болса айтатындары қызбен қыдыру жайы. Солай жұмыс істесе ғой шіркін, деп орындыққа жантая көзін жұмып қолына қалам ұстаған күйі қалғып кетіпті. Жұмыстан кештете шыққанына қарамастан Диана құрбысының хәлін білмек болып үйіне келе жатыр. Ағасы өлгеннен бері Камила тұйықталып ешкіммен араласпай, қоңырауларына жауап бермейтін болды. Екі ретінде де барғанда үйінде жоқ еді. Бәлкім осы жолы тілдесуге мүмкіндік туар деген үмітте. Камила сыртқы есікті ашық қалдырыпты. Құрбысының атын атап шақырғанымен ешкім жауап берген жоқ. Есесіне ас үйден адамның әлсіз ыңырсып қиналған дауысы шығатындай. Қыздың жүрегі жиірек соғып, бойын билеген қорқыныштан аяғы жүргізбей 10 шақты қадам жер барған сайын алыстап барады. Жол бойында аққан қанды көргенде бар пәрменімен алға қарай ұмтылды. Көз алдындағы көріністен айнала түгел тұманданып, құлағы шыңылдап кетті. Еден қызыл алақан, ал үстел жанында құрбысының денесі жатыр. Ішіне соғылған пышақ жарақатынан көп қан жоғалтқан бойжеткен Диананың аш-шайқайынан қайта ес жинап көзін ашты. Камила, бұны істеген кім? Кішкене шыдай тұр, қазір жедел жәрдем шақырамын. Қалта телефонын алып жедел жәрдем қызметкерлеріне мекен жайды айтып жағдайды баяндаған соң, қайта құрбысына бұрылып мойнына оралған шарфпен қанды тоқтатуға тырысты. Жараланған адамға алғашқы көмек көрсетпек түгілі бұрын-соңды көргенде емес. Камила оқтын-оқтын есін жиып үзіп-үзіп бір сөздерді айта алмай әбігерленді. Диана, естимісің? Қанішер, сөйлеуге тырыспа, күшіңді сарқыма. Қанішер әлі үйде. Осы қатерлі сөзді естігенде қыздың бойы тоқ жүріп өткендей селт етті. Ағамды өлтірген Ғазиз деп жаралы қыздың айтуы мұң екен. Диананың тізесіне қойған қолы сылқ етіп жерге түсті. Аяқ дыбысы барған сайын қатты шығып, суық көздер ызғар болып арқасын қарып өткендей болды. Ерік жігерін жинап артына бұрылса, босағада Ғазиз тұр екен. Түрі сондай сұсты, көзі қанталап қалаған қарасы тірі жанның зәресін ұшырардай, қолындағы пышақтан әлі де қан тамшылап тұр. Бұрын-соңды өлім алдындағы қорқынышты сезініп көрмеген бойжеткен қашуға да, айғайлап көмек шақыруға да дәрмен таба алмаған. Ғазиз қасына жақындай беріп еді, қыз орнынан ұшып тұрды да 2-3 қадам кері шегінді. Диана, бәрі сен ойлағандай емес. Сен маған сенуге тиіссің, тыңдашы. Қыз жауап беруге тілі күрмеленіп, үрей толған көздермен қарап тұрып қалды. Мен ешкімді де өлтірген жоқпын. Жаныма жақын 2 адамның қаны сенің мойныңда. Марленді өлтірген жоқпын, естіп тұрсың ба? Өлтірген жоқпын, түсініктеме ме?
Сен көзің көрген нәрсеге ғана сенесің. Мына екеуің қандай суайт болғанын. Марлен мен Камила жайлы былай айтушы болма. Жігітің таза суайт болатын. Сөзін қайталап зорлана жымиды. Ол сыртыңнан қанша қызбен жүріп жүргенін санасаң, сан жетпейді. Сені сүйді деймісің? Сезім дегеннің не екенін білмейді ондай адамдар. Хатшысымен құшақтасып отырғанын талай көрдім. Тек жүрегіне жара салмайын деп айтпадым. Бір ескертумен ғана шектелдім, бірақ ол еш нәрсе түсінбеді. Қадіріңе де жетпеді. Кісі өлтіріп не жеттің? Сен жеттің бе сонда? Бекер қылмысқа бардың. Марленнің ұсынысын қабыл алады деп ойладың ба? Жоқ, мен сол кеште бар шындықты жайып салғым келген. 3 сағат бойы мейрамханада отырдым, күттім, бірақ ол келмеді. Себебі өліктер жүрмейді емес пе? Жанары жасқа толды. Шын айтып тұрсың ба? Енді ол сезімнен ізде қалмады. Оған себеп мына өзің, деді дауысы қалтырап. Қалай, өкініш өзегіңді өртеп бара ма? Айтшы, Камиланы неге өлтірдің? Мен ешкімді өлтірген жоқпын. Қолындағы пышақ қанға малынып тұр. Ал ас үйде құрбымның жансыз денесі жатыр. Соны көре тұра сөзіңе қалай сенемін? Жоқ, маған сенуге тиіссің деп жақындай беріп еді, қолындағы пышақ жерге түсіп кетті. Сені қорғау үшін қылмысқа бардым, ол есінен адасқан. Сен келмей тұрғанда не айтқаныңды білмейсің. Жетер, тыңдағым келмейді, тарт қолыңды, деп үйден жүгіріп шықты. Қараңғылық басқан қаланың тыныштығын қашырып, есіктен шыға сала көмектесіңдер деп айғайлады. Қырсыққанда жақын маңда тірі жан жоқ. Пәтерлерден сансыз сәулелер жарқырап тұрса дағы ешбірі көмекке келе алмас. Келгеннің өзінде де олар жетіп үлгергенше жемтігін қуған қасқырдай қанішер қуып жеткен бойда бауыздап өлтіретін анық. Құдай берген екі аяғынан басқа тірі жанға сенім арта алмасын түсінгенде, нәзік талдырмаш денесіне тылсымның күш дарығандай алды-артына қарамай зымырай жөнелді. Ол қазір кеудесіне симай соққан жүрегінің дүрсілін ғана естіп келеді. Құрбысының қансырап жатқан бейнесі мен қанішердің қанталаған отты жанары көз алдынан кетер емес. Артынан бұрылып қарауға жүрегі дауаламады. Бірақ оның ілесіп келе жатқанын сезді. Бойындағы күші сарқылып барған сайын жүрісі баяулап бара жатыр. Еркіне бағынудан қалған аяқтарына қиыршық тастар батып, суықтан жансыздана бастағанда ғана пәтерден жалаң аяқ жүгіріп шыққаны есіне түскендей. Оны елейтінде шама бар ма? Сәл-ақ шыдаса жолға шығып көмек қолын созар адамдарға да кезігемін деген ойдан үміті оты қайта тұтанды. 10 шақты қадам жерде тұрған көше шамдары дәл бір қалың қараңғылықтан алып шығар жарық күннің нұрлы сәулесіндей көрінді оған. Жеттім-ау деген шақта суық қол білегінен шап беріп ұстап алды. Диана, бүгін сен мені тыңдайсың. Ешқайда қашып құтыла алмайсың. Өтіп бара жатқан адамдарға сыр білдіретін болсаң, сол сәтті-ақ жаныңды жаһаннамнан жіберемін. Түсіндің бе? Бұлардың қасынан өтіп бара жатқан кәрі қарияның бәрі дұрыс па деген сұрағына қыз амалсыздан үнсіз бас изеген. Құлаққаппен музыка тыңдап жүгіріп бара жатқан ер адам күдіктене қарағанымен үндемеді. Отбасылы адамдардың жанжалы санап араласпауды жөн көрген шығар. Міне осылай дұрыс, енді көлікке отыр деп қызды күштеп отырғызды. Қайда барамыз? Сөйлеме, бүгін саған тыңдау ғана рұқсат. Көлік зымырап қала шетіне бет алды. Бүгін жұмыстан ертерек қайтып ертерек жатып демалмақ болған Мұраттың тәтті ұйқысын бөліп телефоны шырылдап маза бермеді. Хабарласып жатқан түнгі кезекшіліктегі сәдуақас еді. Алмайын деп қанша бекінсе де дәті бармай көп күттірмей алло, тыңдап тұрмын деді телефонды құлағына барып. Мұрат Ахметұлы, мына жақта Диана Байділда деген қыз Асхат Өмірәліұлын сұрап жатыр. Қолы үстіндегі көйлегі қызыл алақан. Не болғанын жарытып айтқан жоқ. Келіп сөйлессеңіз қайтеді? Асхаттың өзі қайда? Әлгі марқұм жігіттің қарындасы бар емес пе? Соған біреу қастандық жасапты. Жарты сағат бұрын шұғыл сол жаққа кеткен. Жарайды, мен келгенше қызды ешқайда жібермей ұстап отырыңдар деп, ұйқылы ояу күртешесін қолына алып, амалсыздан есікке беттеді. Кабинетке кірсе Диана орындықта тізесін құшақтап, ақырын бір нәрсені сыбырлап қайталап отыр. Болған жағдайларға сенер-сенбесін білмей, есеңгіреп қалған қыз алғашында тергеушінің қасына келгенін байқамады да.
Ал айта ғой, не жағдай болды, деді қыздың қасындағы үстелге сүйеніп. Тергеуші ағай қайда? Мен де тергеушімін, маған айта берсеңіз болады. Асхат Камила Байбосынованың үйіне кетті. Оған біреу қастандық жасапты. Оны сіз өлтірмек болдыңыз ба? Үстіңіздегі қан құрбыларыңыздікі ме? Иә, соның қаны. Бірақ оны мен емес, Ғазиз өлтірді. Ол қазір қайда? Өлді, деді. Өз сөзінен өзі шошынғандай. Толықтырып болған оқиғаны түгел баяндаңыз. Түкке түсінсем бұйырмасын. Өш алу мақсатында оны өлтіріп тастадыңыз ба сонда? Су беріңізші. Тергеуші қызының психологиялық ауыр соққы алып әлі де ес жия алмай отырғанын түсінді. Уақыттан да ұтылмау керек. Бұндай жағдайда әр минут маңызды. Қылмыскер қашып кетуі, не адам жаны қыл үстінде тұруы мүмкін деген оймен жүгіріп, стақанға су құйып әкелді де сұрауын жалғастырды. Терең тыныс алып есіңізді жиюға тырысыңыз. Қане, міне осылай. Енді жауап беріңіз. Ғазиз қайда? Көпірден секіріп кетті. Оны тоқтата алмадым. Өз-өзіне қол жұмсауына не себеп болды? Бәрін басынан бастап түгелдей баяндап беріңізші. Құрбымның үйіне барғанда сұмдық жайтқа куә болдым. Ғазиз Камиланы пышақтап, ас үйде қансыраған күйде тастап кетіпті. Не себепті қашып кетпей пәтерден шықпай жүргенін білмеймін. Әйтеуір артыма бұрылып қарағанда босағада тұрды. Сосын ол мені күштеп көлікке отырғызып алып кетті. Өксігін баса алмай тұтығып қалды да стақандағы судан тағы бір ұрттап сөзін жалғастырды. Қала сыртындағы көпірге бардық. Біраз сөзге керісіп қалғанбыз. Ол мені өлтіретін шығар деп ойлағанмын. Сөзін аяқтамай жатып егіліп жылап жіберді. Аға, бүкіл өмірім көз алдымнан зулап өткендей болды. Қалай қорыққанымды білсеңіз ғой. Сабыр сақтаңыз, бастысы аман қалдыңыз. Диана сізге не деді? Мен ешкімді өлтірген жоқпын деді. Алайда құрбым ақтық сөзінде ағамды өлтірген Ғазиз деген болатын. Кімге сенерімді білмеймін. Тағы не айтты? Есіңізге түсіріңізші. Әрбір деталь маңызды. Мені құтқарғанын айтты, алайда еш нәрсе түсіндірген жоқ. Сосын өмірден қатты түңілгенін айтып, көз алдымда көпірден секіріп кетті. Көлікке отырып, дереу осы жерге жеттім. Нақты қай жерден секіргенін айта аласыз ба? Мәйітін іздеп табуымыз керек. Иә, айта алатын сияқтымын. Мұрат тереу милиция қызметкерлерін оқиға орнына жіберді де Асхатпен телефон арқылы хабар алмасты. Камила ауыр жағдайда реанимацияға жеткізіліпті. Көп қан жоғалтқаны болмаса, пышақ өмірлік маңызды ағзаларға тимеген дейді дәрігерлер. 3 бөлімнің соңы. Назарларыңызға рахмет.